Егер сен өзіңнің 10 жастағы кезіңе түссең және барлық ақыл ойың мен естеліктерің сақталса, ең бірінші не істер едің? Сиіп алар едім. Я, жалпы тақырыпта ояндың деп тұр ғой. Ал адам бірінші оянғанда бәрібір туалетке барады емес пе? Семей жатып өміріңді қалай өзгертіп жібересің? Қызықсыңдар өздерің. Алдымен жақсылап сиіп алыңдар. Ал мен бірінші бетке көзге бірден түсетіндей қылып мынаны жазар едім. Қазірден бастап ақша жинап, биткоин аламыз. Атам мен әжемді құшақтар едім. 10 жастасың ғой, не істейсің? Тұрасың да мектепке барасың. Мама сені ойланып деп тыныш жатқызбайды ғой бәрібір. Не жатыс мынау дейді ғой бірден. Оған сосын болашақтан келдім десең қумашы дейді ғой. Әкеме жүгіріп барып айғайлап IBM, Microsoft пен Apple акцияларын алшы және кардиологқа баршы дер едім. Әрі қарай тыныш, бақытты өмір сүрер едік. Тісімді жуар едім. Анама бір құрбысымен араласпауын айтар едім. Себебі ол кейін әкеммен байланысқа түсіп, отбасымызды бұзады. Әкеммен бәрібір ажырасуында айтар едім. Өйткені ол адам бізге сатқындық жасайды. Фастфудты қойып спортқа кірісер едім. Қасына бір хобби тауып, өзіме нақты мақсаттар қояр едім. Егер осының бәрін сол кезде бастағанда, қазір мен әлде қайда бай, мықты болар едім. Әкеме қоңырау шалып, өз-өзіне қол жұмсамауын жалынып сұрар едім. Алда оның қандай нәрселер күтіп тұрғанын, нелерден құр қалатынын түсіндірер едім. Болашақ немерелерімен танысатынын, көретін бақытты сәттері әлі алда екенін айтар едім. Шыны керек, 10 жас мен үшін өте ауыр кезең болған еді. Актерлік шеберлігімді шыңдар едім. Один дома 2 кастингіне қатысар едім, басты рөлді алып кетер едім. Онда қайтадан мектепке бару керек болады ғой. Бар тиын тебенімді бәрін Apple, Microsoft және Google акцияларына салар едім. Сол күндерге қайта оралғанымды түсініп қатты жылар едім. Өйткені менің балалық шағым өте ауыр жағдайда өтті. Ол кезеңге қайта оралғым келмейді. Әлі кішкентай балама болашақтағы экс әйелінен мүмкіндігінше алыс қаш деп айтар едім. Тезірек анамды құшақтауға барар едім. Өйткені ол сол жылы қайтыс болады. Егер мен қазіргі ақылыммен 10 жастағы кезіме түссем, онда сабаққа бармас үшін мықты сылтаулар ойлап таба алатын едім. Есірткіден аулақ жүрер едім, темекі мүлде бастамас едім. Әкеме фото зертханада жұмысқа тұрмауын айтар едім. Ол жердегі ауыр металл қосылған химикаттармен ұзақ жұмыс істеп, кейін көптік меланомаға шалдықты. Ертерек зейнетке шығу үшін инвестиция жасай бастар едім. Мен 10 жаста болған кездің өзінде-ақ өмірім әбден бұзылып қойған еді. Бірден ата-анамды құшақтап алар едім. Сосын отырып алып, есімде бар барлық супербоул жеңімпаздарын жазып шығамын. Бай болу үшін өте керек ақпарат қой. Качок болуға кірісер едім. 10 жастағы мен 16-18 жаста денесі шыққан жігіт болудың не екенін мүлде түсінбеген екем. Үйден қашып кетер едім. Ата-анам өте жаман адамдар болды. Өзіме бірақ нәрсе айтар едім. Ешқашан ішімдікке жолама. Ал уақыт келгенде биткоинді ертерек алып қой. Мен бұл туралы күнде ұйықтар алдында қиялдаймын ғой. Тіпті нені өзгертпес едім деген сұрақтар туындайды. Дәптер мен қалам тауып алып, есімде бардың бәрін жазып шығар едім. Себебі қазір әрекет еткім келетін дүниелер көп. Ал оларды іске асыру үшін 10 жылға жуық күту керек болады. Сол уақыт ішінде бәрін ұмытып қалғым келмейді. Бала кезімде ұнататын қызым бар еді ғой. Соған сол кезде-ақ бәрін ашып айтар едім. Мен шынымен 10 жасымдағы уақытқа қайта барам ба? Әлде ертең оянып кетсем, денем 10 жаста, ал күн бүгінгі күн болып қала ма? Ертең жұмысым бар ғой, ипотека өз-өзін төлемейді ғой. Ақша таба бастаған соң терапияға барып, әкемнің қинауы мен ішімдігінен қалған бала кездегі жарақаттарды реттер едім. Тым ерте үйленбес едім, тым ерте балада сүймес едім. Ақшаны жинап, инвестиция жасар едім. 30-ға толмай жатып, қайтыс болған барлық жақындарымды аман алып қалуға тырысар едім. Анамды құтқару қиын шығар, ол мен 11-ге келгенде қайтыс болады. Бірақ әпкемді де, кішкентай немере інім де аман сақтап қала алатыныма сенемін. Жатып дем алам, ойын ойнаймын, үлкендердің өміріне дейін әлі біраз уақыт бар. Асықпай, жаймен кайф алып жүре берем. Өмірімде жіберген барлық қателіктерімді, кездестірген адамдарымды және маған опасыздық жасағандардың атын кейін қайта жолықпас үшін жазып қояр едім. Өз бетіммен өмір сүру үшін көбірек күресер едім. Ал ең қатты өкінетінім осының бәрін жасөспірім кезінде бастап істемегенім. Әйелімді қатты сағынар едім. Ол да сол кезде 10 жаста, бірақ менен 2000 миль алыста болады. Ең жаманы бізді байланыстыратын ештеңе жоқ болады. Өйткені телефон, мессенджер біраз жылдан кейін ғана шығады.
Ал сен өзіңнің 10 жастағы денеңе қазіргі ақылыңмен түссең, қандай әрекеттер жасар едің? Комментарийға қалдыруды ұмытпа. Және де арнаға тіркеліп, лайк бас, біз каналды қайтадан шығарамыз.